Сәлем достар, бұл A1, A2 деңгейіне арналған 3-ші ағылшын тілі сабағы. Бүгін біз personal pronoun есімдіктермен танысамыз. Мен, сен, ол тәрізді сөздерді қалай дұрыс қолдану қажет екенін үйренеміз. Бүгінгі сабақтағы ережелермен таныс емес сөздерді жазып отыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен келесі сөздермен танысайық. I, мен. I сөзі ағылшын тілінде үнемі бас әріппен жазылады. Келесі, he, ол. He сөзі тек қана ұл балаға немесе ер адамға ғана қолданылады. She, ол. She сөзі тек қыз балаға және әйел адамға ғана қолданылады. It, ол. It сөзі не сұрағына жауап беретін барлық сөздерге қолданылады. Оларға жансыз заттар, жануарлар, құстар және тағы да басқа сөздер тобы жатады. We, біз. They, олар. They сөзі көпше түрде тұрған барлық адамдар, заттар мен жануарларға қолданылады. Және де you сөзін толығырақ қарастырайық. Шын мәнінде you ешқашан сен деп аударылмайды. You сіз құрметтеу формасында жеке бір ғана адамға немесе сіздер деп бірнеше адамдар тобына айтылады. Қазақстан және де өзге СНГ елдері бойынша you сөзін сен және сендер, сіздер деп бөліп айту көп жағдайларда қате емес. Себебі сен сөзін қолдану бізге қалыптырақ және түсініктірек. Көрсетілген сөздер айтылуын қайта қарастырып көрейік. I, мен. You, сіз. He, ол ұл балаға. She, ол қыз балаға. It, ол заттар жануарларға. We, біз. You, сіздер. They, олар. Ал енді келесі тапсырманы қарастырайық. Берілген суреттерге қара да дұрыс есімдікті таңда. Мысалы, бірінші суретте ұл бала берілген. Ереже бойынша ұл балаға біз тек he сөзін қолдана аламыз. Екінші суретті қарастырайық. Екінші суретте гүл, яғни не сұрағына жауап беретін зат берілген. Бұл жерде зат туралы айтылғандықтан it сөзін қолданамыз. Ал енді видеоны тоқтатып, қалған 6 мысалдарды жеке орындап көріңіз. Ары қарай тапсырма жауабын бірге талдайтын боламыз. Үшінші суретте бізде мұғалім әйел адам берілген. Біз білеміз, қыз бала және әйел адамға тек қана she сөзі қолданылады. Төртінші суретте бізде екі қой көрсетілген. Олардың саны көп, сол себепті мұнда they сөзі қолданылады. Келесі, бесінші сурет, қыз бала өзін көрсетіп тұр. Яғни мен ағылшын тілінде I болады. Алтыншы суретте бізде дәрігер әйел адам берілген. Біз білеміз, әйел адамға тек қана she сөзі қолданылады. Келесі, жетінші суретте бізде бір ғана тышқан берілген. Біз білеміз, жануарларға тек қана it сөзі қолданылады. Және де ең соңғы суретте бізде алмалар көрсетілген. Олардың саны 3, яғни олар деп айту үшін біз ағылшын тілінде they сөзін қолданамыз. Ал енді келесі ережені қарастырайық. Адам немесе зат атауын есімдікке алмастыру. Мысалы, Роберт есімін алайық. Роберт бұл ұл бала есімі. Сол себепті біз оған he, ол ұл бала деп айтсақ болады. Анна бұл қыз бала есімі. Сол себепті мұнда she, ол қыз бала деп айтсақ болады. Келесі cat, мысық сөзін қарайық. Бір ғана жануар. Сол себепті мұнда it сөзі дұрыс қолданылады. Ал егер бізде екі адамның есімі кездессе, онда қалай болады? Мысалы, Роберт and Анна. Роберт және Анна. Мұнда екі өзге адамдар жайлы, яғни олар жайлы айтып тұрмыз. Ағылшын тілінде олар they болады. Келесі мысал, cats, мысықтар.
яғни олар көпше түрде айтылып тұр. Олар ағылшын тілінде they болатынын тағы да еске түсірейік. Ал енді келесі мысалды қарастырайық. Роберт and I. Роберт және мен, яғни біз, we. Егер адам есімнен кейін I, мен есімдігі жазылса, онда үнемі we, біз сөзін қолданамыз. Анна and I. Бұл жерде тағы да біз, яғни we болады. Роберт and you. Роберт және сен, яғни сіздер, you болады. Егер адам есімнен кейін you, сіз есімдігі жазылса, онда үнемі сіздер, you сөзін қолданамыз. Ал енді келесі тапсырманы қарастырайық. Берілген сөздерді мұқият оқыңыз және оларды дұрыс есімдікпен ауыстырыңыз. He, she, it, we, you, they сөздерін ғана қолданыңыз. Мысал ретінде бірінші сөзді оқиық. Софи. Софи бұл қыз бала есімі. Сол себепті біз ол деп айту үшін she сөзін қолданамыз. Видеоны тоқтатып, алдын айтылған ережелерді еске түсіре отыра, тапсырманы жеке орындап көріңіз. Ары қарай біз жауаптарды тексеретін боламыз. Ал енді тапсырманы тексеріп көрейік. Екінші, Georgios. Georgios бұл ұл бала есімі. Сол себепті біз мұнда he есімдігін қолданамыз. Үшінші, you and Lisa. Сен және Лиза. Бұл жерде you сөзі тұрғандықтан біз сіздер, яғни you деп айтамыз. Төртінші, mom. Ана. Ана бұл әйел адам. Сол себепті she болады. Бесінші, Mark and I. Mark және мен, яғни we. Алтыншы, Lily and Tom. Lily және Tom, яғни олар, they. Жетінші, dogs. Біз білеміз, жануарлар саны көп болса, онда біз олар тағы да they сөзін қолданамыз. Сегізінші, mom and dad. Ана және әке, яғни біз өзге адамдар жайлы, олар жайлы айтып тұрмыз. Сегізде де жауап they болады. Тоғызыншы, car. Бір ғана зат, сол себепті it. Оныншы, pencils. Олар, they. 11-ші, you and Nick. Сен және Nick. Сол себепті мұнда сіздер, you болады. 12-ші, Mia and I. Mia және мен, яғни біздер, we. 13-ші, book. Бір ғана зат, сол себепті it болады. 14-ші, that, ол, ер адам. Сол себепті мұнда he сөзі қолданылады. 15-ші сөз, desk. Тақта, яғни ол, it болады. Және ең соңғы 16-шы children, балалар. Олар they сөзін қолданамыз. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ бойынша сұрақтарыңызды төменде комментарияда жазып қалдырсаңыздар болады. Егер барлығы түсінікті болса, каналымызға тіркелді және видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.